Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін сіздермен жаңа өзгерістерге байланысты бір айдың ішіндегі біздің Каспи қосымшасындағы аударымдарымыз, яғни переводтардың саны 100-ден асып кетпеу үшін қалай тексеруді үйретемін. Ең алдымен Каспи KZ приложениесіне кіреміз. Осы жерде Мой банк дегенді таңдаймыз. Осы жерден выписканы жасаймыз. За период дегенді таңдаймыз. Яғни бұл өзгеріс бізде қаңтар айынан бастап енгізілді. 2024 жылдың сол себепті 1 қаңтардан 31 наурызға дейін таңдаймыз. Сізге қандай ай керек, соны таңдайсыз. Мен 3 айға шығарамын. Енді применить деп басамыз. Осы жерден выписканы шығады. Енді оны тұрған жерді басып көшіріп аламыз. Қай тілде болсын, өзіңізге ыңғайлы солай көшіресіз. Выпискамыз шықты. Бұл выписканы енді біз файлдың ішіне немесе WhatsApp-қа сақтап аламыз. Мен файлға сақтаймын. Сохранить файлы. Сохранить дегенді басамын. Енді Telegram каналымызға кіреміз. Telegram каналда 100 перевод дегенді басамыз. Табылғанына кіреміз. Осы жерден начать деген кнопканы басамыз. Стартты басамыз. Жаңағы файлды осы жерге жібереміз. Астыда міне файл дегенді ауысамыз. Выбрать из файлов. Жаңағы выписканы таңдаймыз. Открыть деп жібереміз. Бірер уақыттан кейін біздің деректеріміз шығады. Үстіге қарай көтерілгенде міне менде шығып тұр. Қаңтар айы бойынша 23, ақпан айы бойынша 42 және наурыз айы бойынша 22 аударым болған. Осылайша 100 аударымнан асып кетпеуін қадағалап отыруыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет. Пайдаларыңызға жазылып қойыңыздар.